Алтын балық туралы ертегі. Ертеде бір қария мен кемпір кедей болыпты. Олар теңіз жағасында кішкентай үйде өмір сүріпті. Қария күнде балық аулап, кемпіріне азық әкелуге тырысып, бір күні қария теңізге торын тастап, бір ерекше балық ұстап алыпты. Ол алтын балық екен. Бірақ бұл жай балық емес, сөйлейтін балық болып шықты. «Қария, мені босатшы!» деп жалыныпты алтын балық. «Мен саған тілегіңді орындаймын. Не сұрасаң да бәрін беремін». Қария таңданып: «Алтын балық, менің саған еш өкпем жоқ. Сені қайтадан теңізге жібере салайын. Біздің басымызға түскен қиындықты өзіміз шешеміз» депті. Қария балықты суға жібереді. Үйіне келгенде кемпірі: «Балық ұстай алмадың ба?» деп сұрады. Қария алтын балық туралы айтып береді. Кемпірі ашуланып: «Неге тілегіңді сұрамадың? Біздің үйіміз ескі, ыдысымыз сынған. Бар, қайтадан балықты шақырып, жаңа үй сұра» дейді. Қария теңізге барып: Алтын балық, шықшы» деп шақырады. Балық шығып: «Қария, не керек?» дейді. Қария кемпірінің айтқанын жеткізеді. «Жарайды, үйінді жаңартамын» депті алтын балық. Қария үйіне келсе, жаңа үй тұр, бірақ кемпірі тағы риза болмай: «Үй болды, енді сарай керек. Бар, тағы сұра» дейді. Қария ұялып қайтадан теңізге барады. Алтын балық, тағы бір өтініш бар» дейді. Балық тағы да тілегін орындайды. Сарай пайда болғанымен кемпірдің аш көздігі тоймайды. Ол тағы жаңа нәрселер сұрайды: байлық, қызметшілер, хан болу. Бірақ соңында кемпірі алтын балыққа ашуланып, өзіне теңіздің құдайы болу талап етеді. Қария соңғы рет теңізге барған кезде су лайланып, қатты дауыл тұрыпты. Алтын балық шығып: «Қария, бұл соңғы тілегің бе?» деп сұрайды. Қария: «Менің өзіме ештеңе керек емес. Тек кемпірімнің айтқанын жеткіздім» депті. Бірақ балық бұл жолы үндемей суға сүңгіп кетеді. Қария үйіне оралса, барлығы бұрынғы қалпына келіп, ескі үйі мен сынған ыдыстары қайтадан орнында тұр екен. Осылайша алтын балық қайтып келмепті. Ал қария мен кемпір бұрынғыдай қарапайым өмір сүре беріпті. Қорытындысы: ашкөздік пен қанағатсыздық еш жақсылыққа әкелмейді. Барға қанағат ете білу керек.